Бисмилlah, алхамдулиллах, ва салату ва саламу аля расулиллах. Кеше айтқанымыз сияқты оразаның түрлерінің соңында өттік. Макрух оразаларды өткен болатынымыз естерінде болса. Сол макрух болған оразада Наурыз кезінде және де, яғни көктемнің алғашқы айы кезінде және де күздің алғашқы айы кезінде бұл бізде жоқ болуы мүмкін. Бірақ басқа бұрында бұндай бір нәрсе болған екен. Не нәрсе болған сонда? Сондай бір күнді олар ұлықтайтын болған екен басқа дін өкілдері. Сол үшін бұл күні макрух деген екен. Енді мына жерде мен ұстазымнан естігенім бойынша наурыз айының 9-ы қыркүйек айының 16-сы деп жазған екенмін да. Алла біледі, Алла дұрысырақ біледі. Бұл жерде солай жазылған екен, бірақ сондай бір күндерді айтқан екен негізінде. Басқа дін өкілдері осы күнді қатты құрметтеп, қатты ұлықтап ұлықтайды екен. Ал біз айтқанымыз естерінде болса, сенбі болсын, тек қана сенбі күн, немесе тек қана жексенбі күн ораза ұстайды. Ол макрух дегеніміз, басқа күнге сәйкес келмесе. Себебі олар басқа дін өкілдерінің, яһудидің, христиандардың неседі, ұлық болған күндері. Енді бұл айтып өткен кешегі Найруз бен Махриджанда сол мағынада қолданылса керек деп отырмыз. Енді бүгінгі тақырып фаслун фима ла юштарату табитун нияти. Ниетті түннен бастау шарт емес. Және де қандай ораза екенде белгілеу шарт емес. Бөлімі және де ниетті түнде ету, қандай ораза екендігін белгілеу жайындағы екі тақырыпты бірдей қамтитын мәселелерді айтамыз иншалла. Ал енді бірінші қысымға, бірінші бөлімге келсек, ниетті тағайындау шарт емес. Дұрыс па? Яғни ниетті және де түннен бастап та ниет ету шарт емес болған ораза бар екен. Ол Рамазан айының оразасы дейді. Рамазан айының оразасын бұны түннен бастап ниет ету шарт емес негізінде. Қай уақытқа дейін ниет етсе жеткілікті? Яғни бұны түске дейін деген кезде дахватул кубра деп айтады. Бес намазының кіруіне бір сағат, 1,5 сағат қалғанға дейін ниет етсең болды. Адау Рамадан дейді. Мұны түннен бастап ниет ету шарт емес екен. Және де уақыты белгіленген нәзір оразасы дейді. Мысалы айтты, мен емтиханнан өтсем, өткен күн ертеңінде ораза ұстаймын деді. Демек күні белгіленді ма? Белгіленді, дұрыс па? Енді бұл күні белгіленгеннен кейін ертең ойланып тұр, ұстамасам ба деп түнде ниет етпеді, дұрыс па? Соны дахватул кубраға дейін ниет етсе бола береді. Дұрыс ма? Себебі не еді? Не үшін білесіңдер ме? Және де нәфіл ораза дейді. Нәфіл ораза дейді. Бұларға да түннен бастап ниет ету не емес, азамат? Шарт емес. Ол үшін де түннен бастап ниет ету сахих болады. Асах көзқарас бойынша күннің ортаңғы бөлігіне дейін ниет етсе бола береді екен. Күннің қай бөлігіне дейін? Ортаңғы бөлігі. Енді күннің ортаңғы бөлігі дегеніміз не? Күннің ортаңғы бөлігі min tulu'il fajri ila вақти дахватул кубра. Таң намазының уақыты кіргеннен бастап дахватул кубраға дейінгі уақыт. Түсіндір ме? Бұл нисфун нахар болып есептеледі екен. Осы уақытқа дейін ниет етсе болды. Енді не үшін бұл оразаларға түннен бастап ниет етсе болады? Не үшін деп ойлайсыңдар? Себебі Рамазанда тек қана Рамазан оразасы ғана ұсталады. Басқа ораза ұсталмайды, сыймайды. Бір күнге тек қана бір ораза ғана келеді. Рамазан айы қай оразаның айы еді?
Рамазан айы тек Рамазан айында ғана ораза ұсталады. Басқа ораза ұсталмайды. Нәзір ораза ше? Нәзір ораза муайян заманы белгіленген болса, оны түннен бастап ұстау ниет ету шарт болмайды. Неге? Себебі ол күнді не істеді? Нәзірге былайша айтқан кезде нәзір ұстаймын деп оны алып қойған еді ол күнде. Сол үшін түннен бастап ниет етпей қойса болады. Нәфілге ше? Себебі бүкіл күн Рамазаннан басқа бүкіл күн негізінде нәфіл оразаның уақыты. Сондықтан нәпіл оразаны кез келген уақытта ұстай береді. Сол үшін де түннен бастап ниет етпесе не істейді екен, азамат? Бола береді, жарай ма? Түннен бастап ниет етпесе бола береді деп тұрмын ғой. Түннен бастап ниет етпесең бола береді. Түскі дахватул кубраға дейін ниет етсең болды. Иә. Ана мысалы кешкісін тәсекеде ұйықтап азынып тұрдым уже. Бесінге 1,5 сағаттай қалғанда уже 2 сағаттай қалғанда мысалы. Әлі мен Рамазан айында ештеңе жеген жоқпын, Рамазан айында ниет еткен жоқпын. Соған ораза ұстау. Сол кезде ниет етіп. Иә, ниет жалғастыра бересің. Ниет жалғастыра бересің. Терезені ашшы. Терезені. Ары қарай уаясиху айдан тура сол сияқты сахих болады Рамадану би мутлақин нияти. Мұтлақ ниетпен Рамазан оразасы сахих болады дейді. Яғни ертеңгі Рамазан оразасын деп ниет ету шарт емес. Оразаға десе болды. Неге? Себебі ол айда Рамазаннан басқа ораза сыймайды ол жерге. Тек Рамазан айы ғана болған үшін. Мысалы, намаз уақыттарында, 5-ін уақытында сен 5-ін намазына деп шынайы ниет ету керексің жүректен. Неге? Себебі 5-ін мен 2-інің арасында бірнеше намаз оқуыңа болады, дұрыс па? Ал Рамазан айында болса, Рамазан күндерінде болса, тек Рамазан бір ғана ораза сыяды бір күнге. Себебін түсіндір ме? Айласын. Жалпы Рамазан айының оразасына ниетті, жалпы кез келген оразаға деп ниет ете берсе, Рамазан айын болып кете береді. Және де уабин ниятин нафли нәпілге деп ниет етсе, вәләу кана мусафиран мейлі ол адам мұсафир адам болса дағы, жолаушы адам, әу маридан мейлі ол адам не болса дағы, науқас адам болса дағы, Рамазан оразасының орнына жүре береді. Нәпілге деп ниет етті мысалы. Рамазан оразасына жүре ме? Жүреді, себебі ол ай Рамазанның күндері деп айтқан болатынбыз. وَيَسِحُّ أَدَاءُ رَمَضَانَ Рамазанның әдәсі, Рамазанды орындау биннияти уәжибин ахара. Басқа бір уәжіп оразаға да ниет етсе, Рамазан оразасы болып кете береді екен. Мысалы, Рамазан айында бір уәжіп оразаға ниет етсе, қай оразаға қосылады ол? Рамазан оразасы болып кетеді. Кім үшін бірақ? Лиман кана сахихан муқиман. Сахих, дені сау, муқим адам болуы керек. Бихилафил мусафири. Мусафир адам, яғни сафардағы адам болмау керек екен. Неге? Фаиннаху яқау амма наваху минал уәжиби. Егер мусафир сафардағы адам болса, ол қандай уәжіп оразаға ниет еткен болса, сол жүзеге асып кете береді екен. Жарай ма? Себебі сапардағы адамға не парыз емес, Рамазан оразасы ұстау парыз емес. Сол үшін, егер сапарда жүрген кезде басқа бір нәзір оразасы болуы мүмкін, немесе Рамазан айында бұрыннан ұстап келеді, жаңа бұзған оразасы болуы мүмкін, не істейді екен ол? Сол оразаға қосылып кете береді.
Енді уақталафат тарджиху фил мариди. Науқас адамның оразасына мәселесінде ғалымдарымыз ихтилафқа түсті дейді. Изана ва ваджибан ахра фи рамадана. Рамазан айында басқа бір уәжіп оразаға ниет етсе. Бір ғалымдар айтқан уәжіпті жүзеге асады деген. Бір ғалымдар айтқан жоқ, Рамазан айында болған үшін Рамазан оразасы жүзеге асады деп айтқан екен. Кім үшін? Науқас адам үшін. Себебі науқас адамға да Рамазанда ораза ұстау парыз ба негізінде? Науқас адамға парыз емес, дұрыс па? Егер ораза ұстай алмайтындай болса, әлбетте. Енді бұл адамның ниетіне қарастырғанда ғалымдар, бұл адам мысалы Рамазан айында басқа бір уәжіп оразаға ниет етсе не болады? Демек ғалымдарымыз бұл мәселеде екі түрлі көзқарас айтқан екен. Мұқим дені сау адам болса, егер басқа уәжіп оразаға да ниет етсе, ол Рамазан болып кете береді екен. Ал енді мынаған келсек, وَلَا يَصِحُّ الْمَنْزُورُ الْمُعَيَّنُ زَمَانُهُ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ غَيْرِهِ. وَلَا يَصِحُّ الْمَنْزُورُ الْمُعَيَّنُ زَمَانُهُ. Уақыты белгіленген нәзір ораза сахип болмайды, бинияти уәжибин ғайрихи, басқа уәжіп оразаға ниет етумен дейді. Бәлки яқау амма наваху минал уәжиби фихи. Сол күнде басқа ниет еткен оразасы жүзеге асып кете береді дейді. Демек, басқа, мысалы, бір нәзірге ниет етті. Мен не деп айтты, мысалы, бағана айтқанымыз сияқты емтиханнан өтсем, мен бір күн ораза ұстаймын деді. Демек, уақытын белгіледі, тағайындады, дұрыс па? Бірақ басқа бір нәпіл ораза, басқа бір уәжіп оразаға ниет етіп кетті. Онда сол басқа ниет еткен уәжіп оразасы жүзеге асып кете салады екен. Жақсы ма жігіттер, түсінікті ғой, иә? Ал енді түннен бастап ниет ету керек болған оразаға келсек, уәммәл қисму thani, екінші түрге келсек, ол не еді? Мә юштарту фихи та'айюн нияти, түннен бастап ниет ету керек, вә табитуха, ниетті тағайындау керек, яғни мынандай ораза деп, және де вә табитуха, түннен бастап ниет ету керек болған оразаның түрі, фахуа қадау рамадана. Ол қандай ораза екен? Бол, ниет деген жүрекпен болатын нәрсе. Жататын кезде ертең оразаға десең болды. Енді Рамазан айының қазасына ниет ету керек түннен бастап, және Рамазан айының қазасы деп. Неге ниет ету керек? Бағана айттық біз қағиданы. Барлық Рамазаннан басқа күндер қай күннің оразасы? Нәпілдің оразасы. Сондықтан рұқсат алу керек. Рамазан айындағы қаза ораза ұстайтын адам нәпілден рұқсат сұрау керек. Былайша айтқан кезде не деп? Мен ертең Рамазан қазасын ұстаймын деп. Түннен бастап ниет етіп тағайындап қою керек, жарай ма? Уақадау мәфсәдәху мин нәфрин. Нәпілден болған бұзған оразасының қазасын өтеу. Себебі нәпілді бастағаннан кейін бітіру уәжіп, оны орындай алмай қалса, бұзса, оның қазасын өтеудің үкімі не еді? Уәжіп болатын еді. Уасаумул каффарати би анваиха. Каффарат оразалар және оның түрлері дейді. Каффарат ораза және оның түрлері. Каффаратты білеміз, иә? Зихар каффараты бар, әдейілеп бұзған адамның оразасының каффараты бар. Тағы да басқа қандай каффараттар бар? Адам байқамай өлтіріп кеткен болса, сосын тағы да басқа каффараттар бар еді. Осы уән-нәзрул мутлақу кақаулихи, мұтлақ нәзір дейді. Яғни айтты, былай айтқан сияқты дейді. Иншааллаху, иншафаллаху мариди фа'алайя сауму яумин фахасана шифау. Алла маған шипа берсе дертіме, мен бір күн ораза ұстаймын деді. Сөйтіп дертінен айыққан болса. Бұл жерде мұтлақ айтты. Егер шипа берілген кезде деді. Бұл жерде пәленше айдың пәленше күні деп бір уақыт белгілеген жоқ. Нәзір етті, бірақ уақытын белгілеген жоқ. Сол үшін де ол Рамазан айы болмаса, нәпіл ораза не істеу керек?
рұқсат сұрау керек. Ертең мен осындай бір нәзір еткен деп түннен бастап ниет етіп, түннен бастап сол ертең оразаның уақытын не істеп қою керек екен? Белгілеп қою керек, жарай ма? Бес намаздан ниет етеді. Бес намаз. Жоқ, бұл таң намаздан ниет етеді. Таң Таң намаздан намаздан кейін ниет ету керек. Себебі бес намаздан дейін ниет ететін жаңағылар ғана. Дахватул кубрадar. Дахватул кубраға дейін. Оны дахватул кубра деп айтамыз. Бесін намазының кіруіне бір жарым сағат қалған уақыт. Айтылады, жарай ма? Осын дахватул кубра деп айтады. Одан кейін қандай уақыт керетін еді? Зауал уақыт керетін еді. Онан кейін бар бесін келді, дұрыс па? Енді Рамазан айының несін оқиық? Айды көру мәселесін. Айды көру мәселесі. Фаслун фима ясбуту бихил хилалу. Ай немен бекітіледі? Ва фи сауми яуми шак. Және де шак күні, күмәнді күні ораза ұстау, ва ғайрихи тағы да басқа мәселе екен. Яуму шак дегенде, яғни Шабан айында мәселен 30-шы күні күн бұлтты болса, бір басқа себеп болса, ертең Рамазан ба, емес ба белгісіз болып тұр. Осыны шак деп айтады. Жақсы. Енді Рамазан айы немен бекиді? Есбуту Рамадану, Рамазан бекиді бюруияти хилалихи. Сол айдың, сол Рамазанның айын көрумен дейді. Айды көрген кезде ертең ораза деп айтады. Жарай ма? Шабан айы. Шабан айын. Иә. Шабан айының 29 күннен бастап қарай бастайды. Кешкісін қарайды. Ақшам кіргеннен кейін. Ай көрінген болса, демек ертең ораза ұстау барша үмметке не болады? Парыз болады, міндет болады. Жарай ма? Енді демек айды көрумен нақтыланады екен. Әу би айддати шабана саласина. Шабанды 30 күнге толтырумен бекітеді екен. Ин ғуммал хилалу, егер ай күн бұлтты болса. Күн бұлтты болып, ай көрінбейтін дәрежеде болса. Мысалы, кейде тұман басып тұрады, дұрыс па? Қыстың күндері немесе жаңбыр жауып тұрады. Бір күн, 2 күн бойы. Сол кезде Шабанды қаншаға толтырады? 30 күнге толтырады. Ертеңінен бастап Алла қаласа иншалла Рамазан айы кірді деп есептейді. Себебі ай көруге мүмкіншілік болмай тұр, дұрыс па? Ва яуму шак дегенде, яуму шак дегеніміз қандай күн? Хуа ма яли тасиа вал 20 мин Шабана. Шабан айының 29-шы күннен кейінгі келген күн. Яғни Шабан айының 30-шы күні яуму шак. Вақад истауа фихи тарафул илми вал жахли. Бұл жерде не бірдей болып тұр? Білу, білмеу мәселесі екеуі бірдей болып тұр. Нақты емес. Я Рамазан ба, Рамазан емес па? Немен болады бұл? Биан ғуммал хилалу. Хилал айды жаңағы бір ай не болып тұр жаңағы? Көрінбей тұр. Ай немен көрінбей тұр екен? Бұлт басып қалу мүмкін. Бұлт басып қалу мүмкін екен. Бұлт арқылы тағы да басқа себептер болуы мүмкін. Осылармен көрінбей қалды. Демек, онда ол күн яумуш шак деп аталады. Енді осы яумуш шак бар ғой. Куриха фихи куллу саумин. Бұл күні кез келген оразаны ұстау макрух болады. Демек, бір күн ораза ұстамайды екен. Илля саумуа нафрин. Тек қана нәфіл ораза ұстаса болады, бірақ шарты бар. Жазама бихи била тардидин бейнау ва бейна саумин ахара. Сол нәпілмен басқа оразаны ойланып қалмастан, күмән болмастан ұстаса дейді. Не деген сөз мысалы? Тағы да бір аударайын. Ва куриха фихи кулли саумин. Кез келген ораза макрух болады. Илля тек қана саума нафрин. Нәпіл оразасы дұрыс болады. Ол қандай? Жазама бихи. Нақты ниетін етсе. Била тәрдиди. Не деген сөз? Ойланбастан.
Бәйнаху сол нәпілмен уә бәйна саумин ахра басқа ораза. Яғни мысалы былай айтады адам, не істейді? Егер ертең Рамазан болса, Рамазан оразасы болады. Рамазан болмаса нәпіл ораза болады деді. Бұнда екі оймен, екі ниетпен ораза ұсталмайды. Түсінді ма? Екі ниетпен ораза ұсталмайды. Нақты бекіту керек. Ертең нәпіл оразаға ниет еттім деп. Екі ниетпен болмайды. وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَاهُ عَنْهُ مَا صَامَهُ. Егер расымен де ертеңгі күн Рамазан айы болған болса, وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ Рамазан екендігі белгілі болса, أَجْزَاهُ عَنْهُ مَا صَامَهُ. Ұстаған оразасы Рамазаннан болып есептеліп кетеді дейді. Неге Рамазаннан болып есептеледі? Себебі Рамазанда басқа ораза жүрмейтін еді. Нәпілге деп ниет етсе дағы қандай ораза болатын еді? Рамазанға жүріп кететін еді, дұрыс па? Бірақ ол жерде ниетте ойланып қалмау керек. Екі ниет болмайды. Нәпілге деді, бірақ Рамазанға жүріп кетеді, жарай ма? وَإِنْ رَدَّدَ فِيهِ بَيْنَ صِيَامٍ وَفِطْرٍ لَا يَكُنُ صَائِمًا. Егер былай айтса ше, وَإِنْ رَدَّدَ егер екі ойлы болса, фихи сол оразасында бәйна сиямин ва фитрин. Егер ертең Рамазан айы болса мен оразамын, Рамазан айы болмаса мен ораза емеспін деп екі ойлы ниет болса, ла якуну сайман, ол адам ораза болып саналмайды. Түсінді ма? Неге? Себебі екі оймен ораза болмайды. Ниет бір ғана ниет болады. Жарай ма? Тұрып тұрақ. وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. Шабанда бар ғой. Шабан айының соңында. Шабаннан кейін не кіреді? Рамазан кіреді, дұрыс па? وَكُرِهَ صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. Бір күн немесе екі күн ораза ұстау мен ақри шабан, шабанның соңғы күндерінде. Бұл макрух болады екен. Яғни Рамазан айын оразамен қарсы алады да. Бір күн немесе екі күн ұстайды, ертеңінде Рамазан келді. Ол дұрыс емес. Макрух болады. Ал мынандай жағдай болса макрух болмайды. Ла юкрахума фауқахума. Ол екеуінен көп болса макрух болмайды. Яғни 3 күн 4 күн ұстаған болса макрух болмайды екен. Енді біз не тақырыбын өтіп жатырмыз? Яуму шак күні ғой. Енді шак күні кім не істейді? Соған тоқталайық. Ва я'мурул муфтил амма. Осы яуму шак күні муфти әл-амма халыққа айтады, бит-талауми яума шакки, шак күні күтіңдер деп айтады. Қай уақытқа дейін күтіңдер деп айтады? Тахватул кубраға дейін күтіңдер деп айтады. Бәлки ертең күн ашылып, күндіз көрініп қалатын шығар, күндізде бірақ қай уақытқа дейін? Тахватул кубраға дейін. Таңғы уақытта көрініп қалатын шығар, тамақ ішпей күтіңдер деп айтады. Сүммәл бил ифтари иза захаба уақыту ниятин. Ниет уақыт көткеннен кейін не деп айтады? Оразаларында ішіп жей беріңдер деп айтады. Вәләм ятаъян халу. Оразаның уақыты өтті, және де сол сәтте нақты белгілі болмаса, ол күні жағдай нақты белгілі болмаса, яғни күн бұлтты, күн жаңбыр жауып тұр, немесе тұман басып тұр деген сияқты. Ниеті уақыт қай уақытқа дейін еді? Дахватул кубраға дейін еді. Ол уақытта өтті, және де нақты бір белгі байқалмаса, сол кезде хабарлап айтады муфти, не деп айтады? Бүгін Рамазан айын көре алмадық, бүгін яуму шак күні екен, ішіп жей беріңдер деп айтады. Бірақ енді осы күні, яуму шак күні бар ғой, кім ораза ұстайды білесіздер ме? Ва ясуму фихи, бұл яуму шак күні әл-муфти, муфти ораза ұстайды. Вәл қади, қазы ораза ұстайды. Ва мән кана минал хаваси, және де хавас адамдар ораза ұстайды. Хавас адамдар кімдер?
Оны айтады: "Ва хуа ман ятамаккану мин дабти нафсихи ани тардиди". Ол адамдар кімдер дейді? Өзінің нәпсін күмәннен тия алған. Финният, ниет мәселесінде күмәннен тия алатын адамдардың баршасы ораза ұстайды. Және де ва мулахазати каунихи анил фарди. Егер Рамазан айы болса, парыз оразаға да ниет етуді ескере алатын, ниетінде екі ойлы болмайтын, нақты нәпілге, нақты Рамазанға деп ниет ете алатын адамдар ораза ұстайды екен. Яғни кімдер деген сөз былайша айтқан кезде шариғат білімін оқығандар не істейді? Ораза ұстайды. Себебі ол ертең ораза болса, Рамазан айы болса ұстаймын, Рамазан айы болмаса ораза емеспін деп екі түрлі ниет етпейді олар. Себебі фиқхты оқыған, шариғатты біледі, онда екі ойға түспейтін адамдар не істейді екен? Ол күні яум шак күні ораза ұстайды екен. Бәлки ол күні Рамазан айы шығар, қайдан білесің, дұрыс па? Рамазан айы шығар. وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ. Бір адам көрсе дейді Рамазан айын. Әуел фитри немесе уахтаху, бір өзі нені көрсе? Рамазан айының біткендігін көрсе. Яғни Шәуәл айының айын көрсе, немесе Рамазан айының айын көрсе, не істейді? Варудда қаулуху. Бірақ ол бірден барып қазыға айтады: "Мен бүгін айды көрдім" деп айтады, дұрыс па? Варудда қаулуху. Оның айтқан сөзі кері қайтарылса, қабыл етілмесе, лазимаху сияму. Ол адамның өзіне ғана ораза ұстау важип болады. Неге? Себебі ол өзі көріп тұр. Бірақ муфти халыққа ескерту керек қой. Ертең ораза деп, бірақ қабыл етілмеді оның сөзі. Өзі ұстайды. Вала яджузу лахул фитру битаяққунихи хилала шауалин. Бірақ енді бұл адам, вала яджузу, бұл адам рұқсат емес. Лахул фитру, не рұқсат емес? Битаяққунихи шауала хилала шауалин. Шауал айының айын нақты көрумен оразасын бітіріп қоймайды. Мен Шәуәл айының айын көрдім, мен ертең ораза ұстаймын деп айта алмайды. Басқалар ертең ораза ұстаймыз деп жатыр, дұрыс па? Ол айтады: "Мен ай көрдім". Жоқ, себебі бұл жерде рас бұның көргені күмән нәрсе болуы мүмкін. Шәуәл айы шынымен де басталмай, Рамазан айы әлі аяқталмаған болуы мүмкін, дұрыс па? Сол үшін сақтық беретін бір адамда оразаны ұстайды. Уайнафтара фил уақтайни қада. Егер осы уақытта, осы екі уақытта да әлгі адам оразасын ашып берсе, қазасын өтеді. Вала каффарата алейхи, каффарат керек емес. Яғни жалғыз өзі ораза Рамазан айын көрді, ораза ұстау керек, дұрыс па? Бірақ ұстамады. Немесе жалғыз өзі Шәуәл айының басталғандығын көрді, бірақ сол күні ораза ұстамады. Бұл адам не істейді екен енді? Қазасын өтеді. Каффарат керек емес. Себебі каффарат күмән нәрсемен каффарат болмайды. Каффарат деген нәрсе нақты нәрсемен болу керек. Мейлі дейді: "Валау кана фитруху қабла ма раддахул қади фи сахих". Сахих көзқарас бойынша қазы адамның сөзін қабыл етпеуден алдын осындай нәрсе орын алса дағы, яғни барған жоқ, немесе қабыл етпей тұрып ашып жіберді, ішіп жеп қойды, ораза ұстамаймын деді ол күндері. Тек өзі ғана Рамазан айының айын көріп тұр. Тек қана не істейді екен? Бір күндік қазасын өтейді екен. Біздің кезімізде енді қазір заман дамыған, бүкіл нәрсені не істейді? Хабардан шығара береді екен. Енді айттық, аспанда бір не болса, илля болса, ол илля неден болуы мүмкін екен? Мин ғаймин, бұлт басып тұр, ау ғубарин, шаң болып тұр, ва нахуихи, тағы да басқа нәрселер болып тұрса, қубила хабар уахидин адлин, әділ бір адамның хабары қабыл етіледі. Жарай ма? Мен айдың туғанын көрдім деді. Болды, Рамазан айы кірген болу есептеледі. Әу мәстурин фи сахих, сахих көзқарас бойынша әділ екендігі нақты болмаған адам. Мәстур деген сөз жасырынған деген сөз. Бұл адам әділ ме, әділ емес пе? Әділ деп кімді айтамыз? Жақсылығынан, жамандығынан жақсылығы көп адамды әділ деп айтады. Валау шахида аля шахадатин
вахидин мислихи. Тіпті ол куәлік етсе, аля шахадатин вахидин бимислихи. Өз сияқты бір адам куәлік етіп келсе де, ол адамның куәлігі қабыл етіледі екен. Мысалы, бұл адам былай істеуі мүмкін. Айды көрген бір адам менің орныма қазыға барып айтып, менің айды көргендігім жайында қазыға барып айт деді, дұрыс па? Сөйтіп қазыға барып, пәленші деген адам айды көргендігін айтып жатыр деді. Ол адамда куәлігі не істейді екен? Ол кезде қабыл етіледі екен. Уәләу кана унса, мейлі ол айды көрген адам әйел адам болса дағы, әу рақиқан құл болса дағы, әу махтудан фи қазфин, және де қазф жазасымен хат жазасы ұрылған, тәбә және де кейін тәубе еткен болса, әли рамадана, рамазан үшін осылардың куәліктеріне істеген қабыл етіледі екен. Қазф жазасы деген білесіңдер ме? Қазф деген жала деген сөз. Мысалы, намысты таза бір әйелге бұл зина жасады деп жала жапты. Сөйтіп енді зина жасағанын дәлелдеу үшін 4 куәгер алып келу керек, дұрыс па? Бірақ бұл 4 куәгер әкеле алмады. Ол үшін бұл адамға 80 дүре соғылды, дүре жеді. Сөйтіп кейін тәубе етті. Бұл адамның да тәубесі жаңағы айды көргендігі жайындағы сөзі не істейді екен? Қабыл етіледі, жарай ма? Енді уәлә юштарату лафз шахадати, шахадат сөзін айту шарт қосылмайды дейді. Мысалы, әшһәду, куәлік етемін, мен расымен де Рамазан айын көрдім деп. Шахадат сөзін айту шарт емес. Уәлә дәуа, дәуа да шарт емес. Бұл жерде мәтінді жақсылап түсініп алыңдар. Дәуа деген не? Уәлә тақаттуму дәуа деп айтқан екен. Дәуа алдында болу шарт емес екен. Мысалы, бұлай нәрсе болуы мүмкін. Егер әйелін айту мүмкін, бір адам Рамазан айы туған кезде сен талақ боласың десе. Немесе күңін айту мүмкін, Рамазан айы туған кезде сен не боласың деді? Азат боласың десе. Дұрыс па? Азат боласың десе. Бірақ бұл әлгі әйел адам барып, сотқа барып, қазыға барып, Рамазан айы бір куәгердің айтуымен көрініп тұр. Мен енді бос болдым деп айтса. Немесе Рамазан айы бір адамның, немесе 2 адам келді, көрдік деп. Мен енді күн барып айтса, мен азат болдым десе. Осындай бір нәрселердің болуы да қажет емес деп айтқан екен. Осындай бір оқиғаның болуы да, дауаның болуы да шарт қосылмайды деп айтқан екен. Рамазан айын көрдім деп айтса, болды деп пәтуа берген екен ғалымдарымыз. Осындай мәселелер орын алып керек емес деген екен. Жарай ма? Осындай нәрселер орын алып керек емес деген екен. Мынаны бітіріп тастайық. Уа шурута ли хилали фитри. Фитр хилал дегеніміз не? Рамазан айының бітуі. Яғни Шәуәл айының кіруі деген сөз. Енді уа шурута ли хилали фитри. Ауыз ашу айын көру үшін шарт қосылады. Иза кана фис самаи иллатун. Егер аспанда не болса, аспанда бір бол тағда бір себеп нәрсе болса, лафз шахадати, шахадат лафзын айтады екен. Әшһәду, мен куәлік етемін деп. Ол шахадат лафзын кім айту керек? Мен хурратайын, 2 хур азат адам айту керек. Ау хуррин, немесе бір азат адам, уа хурратайын 2 азат әйел адам айту керек. Била дауа. Ол жерде де дауа деген нәрсе жаңағындай қазылық бір соттың бір нәрсесі болмау керек екен. Яғни фитр хилал дегеніміз не? Шабан айының хилалын көруі. Рамазаннан кейін қандай ай кіреді? Шабан айы кіреді, дұрыс па? Шабан айының хилалын көруін айтады. Енді бұл жерде била дауа дейді, жаңағы сияқты мәселе. Егер Шабан айының туы Шабан айы кірген болса, сен әйеліне талақ боласың деді. Сөйтудағы әйелі сотқа барды деген сияқты. Осындай мәселелер орын алуы шарт емес. Бірақ күн бұлтты болса, куәлік етемін мен расымен де Шабан айының кіргендігі жайында деп Аллахтың алдында куәлік беріп барып жаңа қазыға айтады екен осы нәрсені. Уәйнләм якун фис самаи иллатун. Ал енді Шабан айының Шәуәл айы, дұрыс па?
Шәуәл айының кіру мәселесінде аспанда бұлт болмаған болса, фәлә будда мин жам'i азимин. Енді аспанда ешқандай бір бұлт болмаған болса, фәлә будда мин жам'ин азимин. Қанша адам көру керек екен? Көп адам көруі шарт екен. Ли рамадана, рамазан айы үшінде, вал фытри, рамазан айын, рамазан оразасын ашу үшінде. Көп адам айды көру керек. Себебі күн бұлтты болмаған кезде біраз адам айды көре алады, дұрыс па? Ва миқдарул жам'ил азим. Енді көп адам дегеніміз не? Көп адамның көлемі муфаввадын иля раил имами фис сахих фил асах. Асах көзқарас бойынша муфтидің қазыға тапсырылған дейді. Муфаввадын тапсырылған. Мысалы, ол кісі 5 адам немесе 10 адамды көп адамды белгілеу мүмкін. Ал енді уайза таммал ададу, сан толық болса дейді. Яғни сан толық болса деген сөз, Рамазан айы 30 күнге толды. 30 күн болды. Би шахадати фәрдин, бір адамның куәлік етуімен, дұрыс па? Бір адам көрдім деді ғой алдында. Сөйтіп 30 күнге толды. Өлем еура, бірақ алдында бекітті ғой оразаны, бекіт бастап ұстады, бірақ 30 күн болды. Өлем юра хилалул фытри, оразаны ашып жіберу хилал көрінген жоқ. Яғни Шәуәл айының хилалы әлі көрінген жоқ. Уәссамау мусхиятун, бірақ аспанда ап-ашық. Ла яхилу лахул фитр, ол кезде ол адамға оразасын ашуға болмайды. Біз басында айтып отырмыз ғой, егер бір адам ораза ұстап, өзі ғана көрді, басқа адам көрген жоқ. Қазыда оның сөзін естеді, қабыл етпеді. Қазыда ол адамның сөзін естеді, қабыл етпеді, өзі ұстады. Бұл адам не істейді екен? Енді оразасын ары қарай жалғастырады екен. Бір адамның көруімен деп айттық, дұрыс па? Уақталафат тарджиху фима иза кана фи шахадати адлайни. Екі әділ адамның көруімен ораза ұстаған болса, уақталафат тарджиху, бұл жерде тарджих жасау, нақты пәтуа беру мәселесінде ғалымдарымыз ихтилафқа түсті. Қай мәселеде шархында айтқан екен? Фи хил фитри, оразаны ашу мәселесінде. Фима иза кана фи бишахадати адлайни, екі шахид адамның куәлігімен Шәуәл айы кірген болып есептеле ма, кірген болып есептелмей ма деген мәселесінде ғалымдарымыз естеген екен, ихтилаф түскен екен. Уәла хилафа фи хил фитри иза кана фи самаи иллатун. Ал егер аспанда бұлт болған болса, аспанда бір илля болған болса, ол кезде екі адамның куәлік етуімен ихтилаф болмастан Шәуәл айы кірген болып есептеледі. Уәләу сәбәті рамадану би шахадатил фарди, мейлі ол Рамазан айы бір адамның куәлік етуімен кірген болса дағы деп айтқан екен. Уә хилалул адха кәл фитри, енді құрбан айттың айы көрінуі бар ғой. Кәл фитри тура Шабан айының кіру сияқты дейді. Яғни ол жерде егерде не деп айттық, аспанда бұлт болса бір адамның куәлігі жеткілікті. Ал егер аспан ашық болса, жәміл азим, көп адам көру керек деп айттық, иә? Сол сияқты үкімде жүреді екен.
Себебі Құрбан айтта да үлкен бір ғибадат бар. Зүлхиджа айының 10 күніне істеледі, құрбан шалынады деген сияқты. Жақсы, уаюштарату ли бақиятил ахиллати. Қалған айларда шарт қосылады. Қалған айлар көп қой, 12 ай, дұрыс па? Тек қана біз Шабан, Рамазан айтымен шектелмейміз. Зүлқаада, Зүлхиджа, басқа айлар көп. Раджаб айы бар, Мухаррам айы бар. Осы айларда шахадату ражулайни адлайни, екі әділ адамның куәлігі жеткілікті болады. Ау хуррин ва хурратайни, немесе бір ер адам, екі әйел адамның куәлігі жеткілікті болады. Бірақ шарт бар, ғайри махтудайни фи қазфин, қазф жазасымен жазаланбаған, жарай ма? Қазф жазасын бағана айтып өттік. Ва иза сабата фи матлa'il quтрин. Енді Ханафи мазхабы бойынша әлемнің кез келген жерінде ай көрінсе, бүкіл жер бетіндегі адамға Рамазан айының оразасын ұстау міндет болады. Жарай ма? Мысалы, Саудия көрді, айтты, біз Рамазан айын көрдік деді, болды, ұстап кетеміз. Немесе Түркия айтты, Рамазан айы көрінді деген хабар келді. Барша адамдарға міндет болады. Осыны айтады, уайза сәбата нақтыланса фи матлa'и quтрин, бір кез келген бір жерде не нақтыланса, айдың туғандығы нақтыланса, ләзима саиран наси фи захирил мазхаб, мазхабта нақты көріс бойынша адамдардың баршасына ораза ұстау міндет болады екен. Ва алейхи фатуа, фатуада осы көзқарасқа негізделген екен, жарай ма? Енді кейде мынандай жағдайда болуы мүмкін екен. Күндіз ай көрінуі де мүмкін екен. Вала айбрата би ру'ятил хилали нахаран. Күндіз ай көрінсе ол негізге алынбайды дейді. Сауаун кана қабла завали, мейлі ол айдың көрінуі завалдан алдын болсын, әу бағадағы завалдан кейін болсын. Енді ол ай қай күннің айы болып есептеледі? Уахуа лейлатис мустақбалати фил мұхтар. Мұхтар көзқарас бойынша келесі түннің айы болып есептеледі дейді. Аласалаға. Келесі түннің айы болып есептеледі дейді. Мысалы, айталық, түскі уақытта ай көрініп тұр. Ойлаңа, түскі уақытта ай көрді. Бұл енді бүгін Рамазан айы деп айтыла ма? Жоқ, келесі түннің айы болып есептеледі екен. Ол алдын ала көрініп тұр деген мағынада екен. Себебі хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Суму лиру'ятихи", айды көрумен ораза ұстаңдар деді. Дұрыс па? Айды көргеннен кейін ораза ұсталады. Айды көрмей жатып ораза ұсталмай ма? Дұрыс па? Айды көрмей жатып ораза ұсталмайды. Хадисте айды көргеннен кейін ораза ұстаңдар деп тұр. Бұл адам зәуалдан алдын, зәуалдан кейін көрсе, одан алдын ораза ұстаған болса, демек айды көрмей жатып ұстап қойды деген сөз. Хадисте айды көрумен ораза ұстаңдар деп. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin.